Ыбырай Алтынсарин атамыздың Алтын Айдар әңгімесі. Баяғыда бір хан болған екен. Оның екі қатыны болыпты. Олар бала таппапты. Сол уақытта бұл бай сапарға шығуға ойланып, қатындарына айтыпты. Мен келгенше не істеп, не тауып қоясыңдар, депті. Сонда үлкен қатын айтыпты. Мен сен келгенше алтыннан әдемілеп үй салдырамын, депті. Кіші қатын айтыпты. Мен алтын айдарлы бір ұл, бір қыз табамын, депті. Ол баланың аты Алтын Айдар болады, депті. Сонан соң бұл хан сапар шегіп кетіпті. Хан 1-2-3 жыл жүріп қайтып келіпті. Сонда манағы үлкен қатыны үй салдырып қойыпты. Кіші қатыны Алтын Айдар баланы тапқан екен. Бірақ оны үлкен қатыны күндеп бір сиқыршы қатынға айтып, баласын ұрлап алып құдыққа тастатыпты. Ол кіші қатынға сен күшік таптың деп күшік беріп бәле қылыпты. Сонда бейшара тоқал жылапты да шарасыз көніпті. Манағы қан келіп күшікті көріп тоқал қатынды қуып жіберіпті. Енді баланы әлгі кемпір құдыққа салып жіберіпті. Сонда Құдайдың құдіретімен Жәбірейіл періште құс болып келіп, аяғымен көтеріп алып кетіпті де қаланың шетіндегі бір кемпірге әкеліп беріпті. Ол кемпірдің ұлы да қызы да болмапты. Сонда ол екі бала 3-4 жыл тұрыпты. Сол уақытта әлгі кемпір өліпті. Сонан соң бала оқ мылтық атып, құлан-бұлан аулап, етін тамақ қылып, терісін киім қылып жүріпті. Сөйтіп жүріп бір таудың шұқырына келіп, соны үй қылып, сонда тұрыпты. Ол баланың тірі екенін біліп, бұрынғы қас қылған шешесі баяғы сиқыршы кемпірді жіберіпті. Алтын Айдарлы баланы өлтіріп кел. Сонан соң ол сиқыршы кемпір баланы іздеп шығып келсе, бала аңға шығып кетіпті. Қарындасы үйде отыр екен, оған айтыпты. Ағаңа айт, мына жақта Күлмесхан дегеннің бір биесі бар. Күнде құлындайды. Құлындары арғымақ тұлпар болады, дейді де кетіп қалады. Ол кемпір қастықпен өлтіруге ойлапты. Ол жолға барған кісі жолда адасып кетіп өледі екен. Кешке ағасы келіпті. Сонда қарындасы кемпірдің айтқанның бәрін айтыпты. Мұны естіп ағасы құлынды іздеп сапарға шығыпты. Жолда келе жатқанда бір дарияға келіпті. Ол дариядан жүрген өткен кісі әлек болады екен. Бұл Алтын Айдар өтіп келе жатса, дарияны бір перінің қызы толқын қылып, кемені аударуға келе жатыр екен. Ол аудара бергенде, Алтын Айдарлы бала қолынан ұстап алып, қолындағы сақинасын білезігін тартып алып, жолына жүре беріпті. Жүріп келе жатқан Күлмесханға келіпті. Ол Күлмесханның биесі құлындап жатыр екен. Күлмесханға айтыпты. Ей тақсыр, құлыныңызды ұқсат болса алайын, депті. Сонда хан, ала ғой, депті. Өйткені олар өздері де құлындарын ала алмайды екен. Ол құлынды туысымен бір перінің қызы бермей алып кетеді екен. Сол уақытта бала мұны күзетіп тұрғанда, бір перінің қызы бұлт болып келіп, құлынды алып бара жатқанда, Алтын Айдар қылышпен бұлтты салып қалыпты. Сонда перінің кебісі мен құлынды алып қалыпты. Сонан соң ханға келіп, кебіспен құлынды көрсетіпті. Сонда хан бұған бата беріпті. Бұл алып қарындасына келіп, құлынды сақинаны беріпті де, және аңға кетіпті. Сиқыршы кемпір тағы келіп, құлынмен сақинаны көріп, қарындасына айтыпты. Мінеки, мен сендерге жақсылық ойлаймын. Ағаң саған сақина алып келді. Тағы енді бір жаққа жібер. Онан барып алтын сандық алып келсін, депті де кетіп қалыпты. Ағасы келген соң қарындасы, тағы бір жерде бір жақсы сандық бар дейді. Соны маған алып келіп бер, дейді. Сонан соң ағасы тұлпар құлынына мініп жолға шығады.
Жолда бір кемпірді көреді. Ол кемпір жердің жарығын жамап отыр екен. Бұған келіп, шеше, не қылып отырсыз? Депті. Ол кемпір айтыпты, мен осы жердің жарығын тігіп отырмын. Не үшін десең, осы жерге өзіңдей батырлар келіп кіріп, бір сандық үшін өледі, дейді. Сонда бала, маған да сандық керек деп келіп кіріп кетеді. Жердің астынан бір пері шығып айқайлапты. Тапал тас үйде болсаң хабарлас, деп айқайлағанда Алтын Айдарлы бала тас болып өліп қалыпты. Тұлпары 1-2 күн келмеген соң үйіне қайтып жылап тұрыпты. Сонда қыз ағасының өлгенін біліп, тұлпарға мініп кемпірге келіп, манағы жер жамап отырған кемпірді көріп ағасын сұрапты. Кемпір айтыпты, ағаң өлген, сен барма, барсаң сен де өлесің, депті. Сонда қыз айтыпты, мен ағамды көріп өлермін деп, көріп кетейін деп. Кемпір, сен жылай бар, жер үстінде мен мұңдық, жер астында сен мұңдық деп. Сонда ол қыз осылайша жылап кіріп бара жатқанда, алдынан бір пері қызы шығып, мұңын сұрап, мұны аяп, ағасын тірілтіп беріпті. Сонан соң бұлар бір үлкен ағаш көріп, соған келіп кіріпті де, қарындасын тұлпарымен ағаштың шетіне қойып кетіпті де, аралап ағаштың ішіне жүре беріпті. Сөйтіп жүріп, бір ақ отау көріп, оған келіп кіріпті. Ішіне кіріп біраз отырған соң, екі пері қызы ұшып келіп, сол үйдің төбесіне қонып отырып, екеуі біріне бірі айтыпты. Әй, мен бір қорықтым, депті. Неге десең, мені бір бала суда жүріп, кемені аударып жүргенімде қолымдағы сақинамды тартып алды. Мен ол баланы көрсем, оған қатын болар едім, депті. Сонда екіншісі, мен де бір қорықтым. Неге десең, мен де бір қанның құлынын күнде алып кетуші едім. Бір күні алайын деп келгенімде бір бала күзетіп тұр екен. Мен ала бергенімде менен құлынды тартып алды. Ол табылса, мен де оған қатын болар едім. Дегенде, міне, қатын болсаңдар, оларды тартып алған бала менмін, деп түрегеліпті. Сонан соң екі қыз да бұған некесін қиып тиеді. Бұл бала қыздарды отауымен көшіріп, манағы қарындасымен тұлпарына алып келеді. Барлығы жиылып, бұрынғы орнына келеді. Сол жерде 4-5 жыл тұрады. Қанша күндер өтіпті. Бала әр күнде аңға шығып жүреді екен. Бір күні аңға шығып жүрсе, бір адамды көріпті. Екеуі келе жатса, алдынан бір аң шығыпты. Көлбектеп жүре беріпті. Сол уақытта бала да, қасындағы кісі де атайын деп ұмтылғанда, әлгі аң кісі болып шығыпты. Атайын деген кісіге айтыпты, сенің мынау балаң, депті. Балаға айтыпты, сенің мынау әкең, депті. Сендерді мыстан кемпір деген сиқыршы кемпір айырған, депті де өзі жоқ болып кетіпті. Сонан соң әкесі мен баласы бірін-бірі біліп, жылап көрісіпті де, әкесі баласын үйіне әкеліп қонақ қылып, үлкен қатыны мен мыстан кемпірді шақыртып, алдырып өлтіріпті. Мұның шешесін бала таппадың деп, қайыршы қылып қаңғыртып жіберген екен. Соны алдыртып, өзіне бұрынғыдай қатын қылыпты. Алтын Айдар бала патша болыпты. Бұл баланың қарындасын, қатындарын алдыртыпты. Бәрін жинап алып той қылдыртыпты, ат шаптыртыпты. Барша мұратына жетіп.